Сәлем баршаңызға достар, сіздермен Ләззат. Бүгін сіздерге ерекше тағамның рецептісімен бөлісемін. Яғни мясо по-французски жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, міндетті түрде жасап көріңіздер. Тамақтың қасында тұрудың қажеті жоқ, барлығын қатар-қатар қойып пешке салсаңыз болғаны. Ал ендеше ерекше тағамды жасауды бастаймыз. Ең бірінші бізге тартылған ет қажет болады. Тартылған етімізге пиязымызды және де сарымсақты ұсақтап турап саламыз. Және де дәміне қарай тұз, бұрыш салып, жақсылап араластырып алыңыздар. Сарымсақ қоссаңыздар, тамақтарыңызға ерекше дәм беретін болады. Және де протеинімізге майды құйып шығамыз. Кішкене жабыспайтындай етіп құйып алдым. Картопты өте жіңішке етіп тураңыздар, сонда сіздердің тамақтарыңыз ерекше өте дәмді болып шығатын болады. Ең астыңғы бөлігіне картопты жұқа етіп орналастырып шығамыз. Мен описанияға мөлшерін жазған жоқпын, өйткені әркімнің отбасы мүшелеріне қарай көбейтіп, азайтып жасауға болады. Және де картоптың үстінен қаймақ пен майонезді араластырып жұқа етіп жағып шықтым. Оның үстінен тартылған етімізді салдым. Мен де кішкене көптеу жасайын деп тағы да қостым. Қаймақ пен майонезді араластырып картоптың үстіне жағып, тартылған етімізді толықтай бір тегіс етіп қойып шығамыз. Әр қабаттың арасына қаймақ пен майонезді араластырсаңыздар болады. Егер майонез болмаған жағдайда қаймақ болмаса майонезбен жасауға да болады. Содан соң үккіштің майда көзімен өткізілген сәбізімізді барлық жеріне толығымен жайып, тегіс етіп шығамыз. Тағы да үстінен майонез бен қаймағымызды жұқа етіп араластырып жағып шығатын боламыз. Ең үстіңгі бөлігіне тағы да бір қабат картоптарымызды орналастырып шығамыз. Картопымыз өте жіңішке болғаны дұрыс. Тағы да майонез бен қаймағымызды толықтай жағып шығатын боламыз. Егер сіздерде қызанақ болмаса, қызанақ қоспауға да болады. Және де қызанақты дөңгелек етіп, немесе мен сияқты жартылай етіп турап қойып қойсаңыздар да болады. Қызанақты орналастырдым. Және де ең соңғы бізде сіздің протеиніңіздің өлшеміне қарай 2 немесе 3 жұмыртқаға тұз салып араластырып, осы массаның үстінен толығымен құйып шықсаңыздар да болады. Менде протеиным үлкен болғандықтан 3 жұмыртқа салып, араластырып, барлық жеріне тегізіп құйып шықтым. Егер сіздердің табаларыңыз кішкене болса, 2 жұмыртқа құюға болады. Содан соң пештеріңізді алдын ала қыздырып қойыңыздар. Қызып тұрған пеште 180 градуста 40 минутта пісіріп аласыздар. Міне менде 5 минут қалған кезде ірімшікті үккіштен өткізіп, беткі бөлігіне құйдым. Қарасаңыздар, жан-жағында су шығып, сочный күшті болып тұр. Мен кішкене күйдіріп алдым. Сіздер күйдірмей, мүмкіндігінше уақытына қарап алсаңыздар, ірімшіктер әдемі болып созылып шығады. Ештеңе етпес. Менде сонда да тамағым өте дәмді әрі керемет болып шықты. Балаларымызға, өзімізге өте қатты ұнады. Сіздерге де жасауға кеңес беремін. Видео ұнап жатса, лайк басып, подписка жасауды ұмытпаңыздар.